Мұса мен Розаның махаббат хикаясы басқа бағытта өрбіді. Басқаша айтқанда, бизнеске. Мұса мен Розаның Инстаграм парақшаларында желі қолданушылары жарыса жазды. Желі қолданушыларының айтуынша, олар махаббаттан гөрі бизнестің иісі шығып тұр деп жазды желі қолданушылары. Естеріңізге сала кетейік, Роза кәсіпкерлермен Алматыда ірі бизнеспен айналыса бастаған. Роза Мұсаны өз кәсібіне пайдаланып жүр. Ал Мұса да үлкен алтын балық аулады деп жазды телекөрермендер. Көрермендер де, қолдаушы апалар да, қосылайық пен бір болайықтың жанкүйерлері де Мұса мен Розаның бақытты болуына тілекші. Бірақ олардың көкейінде жүрген күдік ақиқатқа айналса, не болмақ? Еске салайық, Аружан қызымызда өткен эфирде қытайлық кәсіпкерлермен келісім шарт жасағанын айтқан болатын. Аружан қызымызда Гуанчжоуға аттанбақ. Желі қолданушылары Мұса мен Розаға жарыса жазды. Махаббаттан бұрын кәсіп ақшасы мықты болып тұрған сияқты. Кәсіптеріне сәттілік, алла жар болып бақытты семья болыңдар жандарым. Розаның саған деген сыйластығы өте керемет екен. Болашақ жар таңдауда қателеспедің деп ойлаймын. Мына қыз өте қу, білгенін істетіп жатыр. Көрейік, әрмен қарай, шейінде түкірігі жерге тимейтін Мұса не істеп жүргенін өзі де білмейтін сияқты. Қытайдан келген бір кәрі қызың аспаннан жұлдыз қағып алғандай болып жүр. Мұса, Роза дос болып қалды. Мұсада сезім жоғы көрініп тұр ғой. Ой Мұса, сен алтын балық қармап алдың ғой. Көпке ұзамайды бұлар. Роза, есіңді жи, Мұсаны не қыласың? Қыз құмар біреуді, Қазақстанда әйелдің қадірін білмейді. Қор боласың, Қытай қазақ жігітіне тұрмысқа шық, қор болмайсың. Роза Мұсаны пайдаланып кәсібін таңдап кетпесе екен. Мұсаны шын ұнатты ма екен? Неге жалғыз қайтты Мұса? Деп жазды көрермендер. Көрермендер мен желідегі жұрт әлі де тоқтаусыз пікір жазуда. Басым бөлігі айтылғандардың шындық екеніне тоқталған. Мұса мен Розаның жұбы шын ба? Әрине, уақыт көрсетеді. Мұса мен Роза бақытты болсын. Той күтеміз.